Қазіргі таңда құрғақшылық қалыпты құбылысқа айналды. Қарапайым түсініктеме. Ауыл шаруашылығында маңыздысы бір жылда қанша жауын жауған емес, маңыздысы оның қашан жауғаны. Өсімдіктер де адамдар сияқты. Оларға су белгілі бір кесте бойынша керек. Көктемде тұқым ояну үшін, жазда масақтың толысу үшін, күзде топырақ тас болып қатып қалмау үшін. Ал климат енді кесте бойынша жұмыс істемейді. Жауын-шашын нормаға сай түсуі мүмкін, бірақ ол шын мәнінде қажет кезде жаумайды. Сонда не болады? Тұқым көктемейді, өсімдік өсуін тоқтатады, өнім төмендейді. Неге су соншалықты маңызды? Біріншіден, сусыз тұқым жай ғана оянбайды. Ылғал жоқ, өмір жоқ. Екіншіден, су тасымал.